Фариза мамасы мына магазинге кіріп кетті. Мамасының үстіне бір нәрсе аламыз деп. Мен мына ортада отырмын. Жұртқа қарап, көлікке қарап, үйлерге қарап. Мынау қазір біз жүрген жер негізі мынау өңкей жаңағыдай сауда үйлері орналасқан аумақ екен. Мына әректі қызыл кірпіштерін өздеріңіз байқап тұрған боласыздар. Бұл ертеректе салынған сол 2 қабатты үйлер, әлі де тұрғын үйлер дейді. Фаризаның айтуы бойынша негізі суық болады дейді. Әрине суық болады өйткені жан-жағынан күл түспейді. Содан кейін мына Шанхайда жылыту жүйесі деген жоқ екен. Үйлердің кондиционермен жылытады екен, кондиционермен салқындады екен. Мына ағылып жатқан көлік әрлі-бері қозғалып жатқан халық. Көліктердің бәрі жаңа. Бірақ мен бір байқағаным мынау нелер, микроавтобустар, Векалар жүр, Фордтар жүр. Бұлардың барлығы ескі екен. Ал қалған мына жеңіл көліктер бәрі жаңа. Сонан кейін дәл осы көшеде мынау деп тұрғанда қоқыс тазалағыш көліктер екен. Қоқыс тасығыш көліктер. Үлкен көліктерді көре қоймады қоқыс тасиды. Сонан соң осы көшемен нелерде жүреді екен, троллейбустарда жүреді екен.